Баршаңызға сәлем. Кешкі асқа қандай тағам жасауды білмей отырған болсаңыздар, сіздерге керемет тағамның рецептін ұсынғым келеді. Жасалу жолы өте оңай, тойымды, ерекше кешкі астың рецепті. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, бірге жасап көрсеңіздер болады. Ең әуелі қамырын ашытып дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге таза ыдысымызға 1 кесе жылы су және 1 шай қасық тұзымызды салып, жақсылап тұзы ерігенше араластырып аламыз. Сонан соң 1 шай қасық құрғақ ашытқы, шамамен 2 ас қасықтай сұйық май қосып, жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Алдын ала ұнды електен өткізіп, бірте-бірте қоса отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар, сол кезде қамырымыз жақсы көтерілетін болады. Ұнды бірте-бірте қосамыз. Міне біздің қамырымыз дайын болайын деп қалды. Енді оның үстіне шамамен 2 ас қасықтай сұйық майды қосып, қайтадан қайтарып илейміз. Сонан соң бетін жауып, көтерілуге жылы жерге қойып қоямыз. Енді біз салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына мен жылқы етін пайдаландым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша тауық етін, қой етін немесе сиыр етін пайдалансаңыздар да болады. Етті алдын ала жуып, осылай ұзыншалап, турап дайындаймыз. Сонан соң пиязды майдалап, текшелеп турап дайындап аламыз. Егер етті ұнатпасаңыздар, орам жапырақ қосып та дайындасаңыздар болады. Өте дәмді шығады. Сонан соң тәтті бұрышты турайтын боламыз. Барлық көкөністерді текшелеп турап дайындаймыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Себебі алдағы уақытта сіздермен түрлі пайдалы, оңай дайындалатын рецептермен бөлісіп отыратын боламын. Келесі кезекте бізде картопты да майдалап, текшелеп турап дайындаймыз. Толық құрамды видеоның төменгі жағындағы описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерден қарап жасап көрсеңіздер болады. Сәбізді үккіштен өткізіп дайындадым. Ал енді қызып тұрған майға бірінші етімізді салып қуырып аламыз. Шамамен 2-3 минуттай қуырылғаннан соң үстінен туралған пиязымызды саламыз. Жақсылап араластырып, пиязды да 2 минуттай қуырамыз. Сонан соң сәбізді саламыз. Сонан соң туралған тәтті бұрышымызды саламыз. Үстінен 1 ас қасық томат пастасын қосып, жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Байқағандарыңыздай жасалу жолы өте оңай, қарапайым. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көрсеңіздер болады. Сонан соң майдалап туралған картопымызды да салып, араластырып қуырамыз. Татымына қарай тұз, бұрыш, дәмдеуіштер салып, араластырамыз. Жақсылап қуырылып болғаннан соң үстінен су құямыз. Картоптарымыз жартылай батып тұруы қажет. Бір қайнап шыққаннан соң ең төменгі отқа қойып 30 минуттай бұқтырамыз. Міне біздің салмамыз дайын болды. Өте керемет дәмді болып шықты. Ал енді келесі кезекте қамырын дайындайтын боламыз. Міне біздің қамырымыз өте жақсы көтерілген. Енді оны 2 бөлікке бөліп, майдалап бөлшектерге бөліп дайындап аламыз. Осы құраммен менде 19 дана шықты. Сіздер көбейтіп
жасасаңыздар болады. Тура видеодағыдай ешқандай оқтаудың немесе ұнның қажеті жоқ. Қолымыздың көмегімен осылай жайып, ортасын сұйық маймен майлап, жай ғана жауып қоямыз. Қатты баспаңыздар. Май жағылғаннан соң арасы жабыспайды. Бұл тағамның ерекшелігі де осында. Ешқандай бір-біріне жабыспайды. Дәл осылай пісіп шығады. Барлығын осылай түйіп, манты қазанымызға жайғастырып, көтерілгенше 10-15 минутқа қойып қоямыз. Сонан соң буда шамамен 40 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің тағамымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Көрінісі де өте керемет, ерекше, тойымды тағамдардың бірі. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Ешқандай арасы жабыспайды. Тура видеодағыдай қамырымызды алып, арасын ашып, салмасын салып, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді болып шықты. Тойымды, ерекше кешкі ас. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Достар, егер видео пайдалы болған болса, лайк басып, пікір жазуды да ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін тамашалағандарыңызға рахмет. Ас болсын!